Иҙ болмайды. Бұл қалқалаға жатпайды ғой. Қалқалаға қоф, то, жим, дәл, бә әріптері жатады. Бұл сүкін вә жезімен кездескенде иҙ болу ол қате. Иҙ қола, қа жуан болады, лә жіңішке, лә деп созбаймыз. Бұяқта мәт жоқ өйткені созатын. Харф мәт дегенді білеміз, я, алиф, вау, яй. Бұларда жоқ ондай. Қа тек қана қаны харф мәтті екі қарекеге созылады. Қала ләху. Бұл жерде ләху дегенде худен кейін ра келгендік үшін бұл ху әрпі мәтті сиғыла суғыра болады. Яғни екіге созамыз. Неге? Өйткені бұл мәтті сиғыла суғыра. Из қала ләху раббуху. Енді мына жерде худы біз төртке созамыз. Неге? Өйткені бұл мәтті сиғыла кубра болады. Худен кейін тік алиф келсе, яғни хамза келсе, худы біз төртке созамыз. Кубра деген. Раббуху әслим.